Мен кешегі масқұтпын, өмірге келдім бекен асығыптым. Заманым шын шытырман, болмашы ұқсас, алдамшы болмашыға басыппын. Отанды сүйе иманнан деген пайғамбарымыздың өсиеті бар. Қазақ аталарымыз әуелі жігіттің үш намысы бар дейді. Біріншісі иманы, екінші отбасы, үшінші отаны. Міне осы үшеуі де Василий атамыздың жүрегінен мәңгіге орын алған. Ол ұстаз, жан-жақты қабілетті, аса жоғары білімдар болатын. Қайда барып жұмыс жасаса да өзінің артынан жақсы есім, жақсы іс халықтың жүрегіне мәңгі сақталғандай болды. Светлана Григорьевна Мочнева, Қазақстан Республикасының педагогика ғылымдарының академиясының беделді мүшесі, өзінің естелігінде былай деп баяндайды. Василий Шалабаевтың өмірлік ұстанымы «Я учитель, мне другое сеять» дейтін. Ол ұстаздар бейбітшілік пен түсінушілік үшін республикалық жалғыз облыстық дүниежүзілік ұстаздар қауымдастығын басқарып жүрді. Оның басқармасымен жетім жесірлерге, балаларға, мұғалімдерге, зейнеткерлерге қайырымдылық көмек көрсетіп жасады. Дарынды тұлға, барлық істерде дарынды. Бұл аксиома. Ол өзінің ешкінің құйрығындай ғана қысқа ғұмырда өзін барынша көрсетті. Василий Емельянович біртуар, жан-жақты, қабілетті, дарынды ұстаз, ішкі мәдениеті, аса жоғары, ақын, спорт шебері, ақылды жан жолдас, қайырымды әке болды. Жұбайы Райхан Хайдарқызы екеуі 8 баланың ата-анасы. Балалары оның ең аса зор байлығы болды. Қазақстандық патриотизм деген ұғымды педагог ғылымдарының докторы профессор Хұсайынов қазақ елін сүю деп түсінемін дей келе, отанды сүю, сезімі халқының келешегі үшін күресумен, ол үшін аянбай еңбек етумен қабаттасып жатқан сезім. Қазақстанның келешегі үшін ақ жүрек, адал ниетпен, қандай салада болмасын, өзін шама шарқы келгенше аянбай еңбек етуді мен қазақстандық патриотизмнің шынайы көрінісі дер едім, дейді. Қыран едің, білім деген көктің сен, қандай биік асулардан өттің сен, қалың қазақ білім алса деуші едің, мұңайма ата, арманыңа жеттің сен.